Сәлеметсіздер ме аналар? Сіздерге үй жағдайында қыздарыңыздың шашын сәндеуге арналған бұйымды ұсынғым келіп отыр. Ол өте оңай, әрі тиімді және қолжетімді. Ол үшін бізге керекті материалдар қағаз майлық, яғни салфетка, ине, жіп, қайшы, шпилка. Ең алдымен қағаз майлықты осылай төртке бөліп қиып аламыз. Қиып алған бөлігін екі рет бүктеп, шеңбер пішінде етіп қиып аламыз. Оны ине жіп арқылы ортасын шпилкаға қадаймыз. Міне, осылай болып шығады. Енді қағаз майлықты әр қабатын ашып, оларды жеке-жеке бүктеп, гүл тәрізді жасаймыз. Міне, көргеніңіздей қыздардың шашына тағуға арналған сәнді бұйым пайда болды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады.